Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен осындай өте тойымды әрі өте дәмді және де тез дайындалатын осындай салаттың рецептімен бөліспекшімін. Олай болса видеоның соңына дейін қараңыздар, және де осы видео сіздерге ұнап жатса, арнаға қолдау білдіру үшін басқа да достарыңызбен бөлісіп, лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші 2-3 штук осындай жұмыртқамыздың үстіне азғантай тұзды салып, жақсылап шанышқының көмегімен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Одан кейін табамызды аздап күнбағыс майымен осылай майлап, оның үстіне жаңағы араластырған 2 жұмыртқамызды салып, кәдімгі құймақ секілді пісіріп алатын боламыз. Енді осы пісіріп алған жұмыртқамызды осылай орап, кәдімгі кеспе кескендей етіп, жіңішкелеп кесіп аламыз. Турап болғаннан кейін тарелкамыздың шетіне осылай орналастырамыз. Енді қиярымызды осылай алдын артын жақсылап тазартып, жұқа бөліктерге бөліп, тағы да ұзынша етіп турайтын боламыз. Оны да жаңағы жұмыртқамыздың қасына орналастырамыз. Енді осындай колбасамызды тураймыз. Менде халал ветчина, кез келген колбаса турай берсеңіздер болады. Колбасамызды да дәл солай ұзынша етіп турап аламыз. Егер менің арнама әлі жазылмаған болсаңыз, подписаться деген жазудың үстін басып, жазылып алсаңыз болады. Міне туралатын заттардың барлығын турап, тарелкамызға салып алдық. Енді қасына менде шашлык дәмі бар кирешки. Сіздерде егер шашлык дәмі бар болмаса, кез келген бекон немесе ірімшік түрлері бара береді. Енді ортасына майонезімізді құйып, жақсылап араластырып, жеу ғана қалды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қош сау болыңыздар.